Қызылорда облысында алғаш рет диқандарға тегін кеңес беру қызметі іске қосылды. Бұл бастама күріш алқаптарындағы өнімділікті арттыру мақсатын көздейді. Тәжірибелі агроном кеңесі көбіне майда шаруашылықтар үшін аса қажет. Өйткені шағын қожалықтар қаражат пен маман жетіспеушілігі салдарынан тиісті агротехниканы сақтай бермейді. Осы түйткілді шешу үшін өңірдің кәсіпкерлік палатасы жаңа қызмет түрін ұсынған. Ал агроном мамандардың қызмет ақысы бюджеттен тыс қаржы көздері арқылы өтелмек. Айта кетейік, мұндай кеңес беру қызметтері Еуропа елдерінде жақсы жолға қойылған. Әлі де көп майда шаруашылықтар көптеген агротехникалық талаптарды көбісі білмейді. Кейбір білсе де сақтамайды деген сияқты. Сақталмаса да оның әрі қарай зияны неге алып келетінін көбісі түсінбейді екен. Осындай көзқарасымызбен бөлістік олармен. Әлі де білімдерін шыңдау керек, әлі де жасататын тұстары бар. Осылар осындай жағдайда ғана егістік көлемі өте дұрыс болып, өнімділік артатынын түсіндірдік.